Қайырлы кеш, баршаңызға қалдарыңыз қалай? Бүгінгі кештеріңізге сәттілік тілеймін. Ал бүгінгі кешкі эфирімізді бастаймыз. Мен бұл эфирді дене сыры осознанность деген чатымда қандай жұмыстар жасап жатырмын. Ол дене сыры осознанность чатын не үшін ашқанымды айтқым келеді. Дене сыры деген сөз біздің денемізде әрбір мүше ол өзінің айтатын сөз бар. Ол қалай дейтін болсаңыз, мысалға біз көбінесе ауруды ойлаймыз, что ол ауру басталды деп. На самом деле аурудың барлығы біздің көбінесе дұрыс емес қабылдаған эмоциямыздан, ренжістен, өкпеден болады. Көбінесе 80% біздің ауру сол өкпе ренжістің кесірінен осындай көптеген жағдайға келіп жатады. Себебі бізде денеде әрбір мышца, әрбір орган сол өкпе ренжісті сақтап қалады. Ал психологтар көбінесе подсознаниямен жұмыс істегенде басыңызды тазалап береді, бірақ денеде ол қалып қалады. Ал массажистар ауырып тұрған зажимдарыңызды босатқанмен ол подсознанияңызды тазаламайды. Сол үшін мынау телесник деген, телесно ориентированная терапия деген сөз, ол жанмен, тәнмен, санамен жұмыс істеген кезінде ол сенің денеңде өкпе, ренжіс, блок, зажим ол тез өзінен өзі тазаланып бастайды. Себебі біз әрбір эмоцияны қай жерден қалай пайда болды, ол не үшін пайда болды, и одан мен қалай құтылуым керек деген сұраққа біз жауап беретін боламыз. Ал енді мен бүгінгі осы дене сыры осознанность деген чатты не үшін мен ашқанымды айтқым келеді. Себебі егерде мен өзім денемді танитын болсам, өзімді денемді түсінетін болсам, сол эмоциямен мен жұмыс істейтін болсам, мен денемді өзім босатып, өзім сауықтыра аламын. Сол себептен әрбір адам өзінің эмоциясымен жұмыс істеп, денесіндегі ауырлықты босата алады. Сол себептен мен бұл чатты еще осознанность деп те айттым. Себебі мен өзімнің денеме осознанно, соның ішінде саналы түрде өзіме өзім баға беріп, өзіме өзім қарайтын болсам, сол кезде мен денемдегі бүкіл зажимдарды, блоктарды өзім ақ шеше алады екенмін. Сол себептен көптеген маған қазір келіп жатқан әйелдердің көбісі, әйел болсын, еркек болсын, көбінесе олардың үйіндегі отношениялар дұрыс емес. Отношения деген сөз не? Мен күйеуіме ренжулімін, мен әйеліме ренжулімін, мен қайынсіңліме ренжулімін, мен қайынапама ренжулімін деген сияқты сондай көптеген жағдайлар болып жатады. Ал енді біз ол қай жерге сақталынады екен? Мен кімге қалай да болса ренжитін болсам, ол мен қай органмен қабылдадым, сол органымда менде ақау басталады. Например, мен өкпелесем, өкпем заложенный болады екен. Егерде даже менде пневмония болмаса да, например, мен деп тыныс алуым үшін өте қиналып алады екен. И мен соған сөз қайтара алмай қалатын болсам, мен соған сөз қайтара алмай қалдым деп, мен денем қысылып бастайды екен. И это горловой зажим дейді. Соның көбісін невысказанность, недосказанность дейді. Сол мен тамағымнан ұстайды екен. Ал егерде мен сол айтқан эмоциямды ішіммен тынатын болса, менің ішім ауырып бастайды екен. Или же мынау диафрагмальный зажим дейді. Тура осы мынау көгет мынау өкпені көтеріп түсіріп тұратын және асқазанмен өкпенің ортасында тұратын көгет ол қысылып бастайды екен. Ал ол қысылған кезінде көбінесе мен өзімді өзім не істейді екен, қысып қояды екен. Ал егерде осы жер қысылатын болса, диафрагмальный зажим болса, все бітті, менің ішкі дүнием дұрыс емес болады. Ал сіз білесіз бе, 80-90% біздің иммунды жүйеміз, то есть мен ауруға қарсы тұратын күшім біздің ішекте болады екен. Ал егерде диафрагмальный зажим болатын болса, все, менің ішегім жөнді жұмыс істемейді. Мен бір информацияны жөнді переварить ете алмай жатырмын деген сөз. Мен ашу ренжістің кесірінен
мен сол информацияны қабылдай алмай жатырмын, оны переварить ете алмай жатырмын деген сөздей болады. Ал енді соны мен қалай босатуым керек? Егерде мен сол ситуацияны есіме түсіріп, қабылдап, және оны денеме босата алсам, менің денем қайтадан жаңадан жұмыс істеп бастайды. Қайырлы кеш, іштеріңіз жарықты болсын. Мен одан алдын күніге шығып жүредім, одан кейін дене сыры осознанность деген чат ашқаннан кейін мен ол чатқа прямой эфирға онша шықпай жүрмін. Себебі күніге дене сыры осознанностьті мен по-любому адамдар болып жатса, мен разбор жасап берем. Ол жерде техникалар бар, ол жерде упражнение бар. То есть разбор деген сөз не? Сіздің денеңіз не үшін қазір зажимда тұр? Не үшін блок болып тұр? Не үшін сенде энергияң болмай жатыр? Не үшін сен қапқа болып жүрсің? Не үшін ренжіп жүрсің? Соның бәрін қалай мен денеден босатуым керек? Соның бәрін мен осы дене сыры осознанностьті айтып отырамын. Кейін жалғыз мен денені қолмен ғана босатпай, ол жерде энергия да бар. Энергия арқылы да денені босатуға болады. Және ол тек қана босатып қана қоймай, еще біз денеге тағы да басқалай да көмектесуіміз керек. То есть, вообще адамның өзін сауықтыруға 4-ақ нәрсе керек. Ол сенің өзіңнің жақсы ойлауың. То есть, мен всегда жақсы настроениеда жүретін болсам, менің вибрациям көтеріледі. Вибрациям көтерілсе, соответственно, менің ішкі дүнием жақсы болады. Ішкі дүнием жақсы болса, мен жан-жағыма нұрымды, шуағымды шашып жүрем. Ал оған не керек? Оған менің первую очередь өзімді өзім қалыпқа келтіру үшін бірінші очередь мен жақсы тамақтануым керек. Дұрыс тамақтануым керек. Жақсы тамақтану деген ол дұрыс тамақтану керек. Екінші важный компонент тамақтың ішінен бөлек ол су. Егерде мен суды жөнді ішпейтін болсам, и соның ішінде мен минеральный суды ішпейтін болсам, менің денеме керек минералдар, макро-микроэлементтер түспейді. А макро-микроэлементтер түспейтін болса, соответственно, менде водно-электролитный баланс нарушаться етіледі. А ол нарушаться етілсе, мен қандай да бір су ішетін болсам, ол маған нәрлендірмейді. Вот, например, даже біздің өздеріңіз, например, жылайсыздар или терлейсіздер. Сол кезде терлеріңізді или көз жастарыңызды или қандарыңызды даже жылап көрген кезде ол обязательно тұзы бар. Тұзды болып келеді. Натрий, хлор, то есть судың өзі, біздің денеміздегі қанымыздың өзі тұзды болады. Себебі натрий мен хлор бар ода. Ал егерде сізге мынау ауырып қалған кезде система салады ғой, 0,9% натрий хлорид дейді. Ол да сіздің денеңіздегі ағзаңыздағы судың өзі, сары судың өзі тұзды болады екен. Сол себепте бізде минеральный баланс, водно-электролитный баланс дейді. Электролиттар. Бізге сол электролиттар өз қалпында түспейтін болса, мен қандай да бір су іше берейін, ол маған су нәрлендірмейді екен. Бұл екінші жағдай. Енді үшінші жағдай, біз жөнді тамақтануымыз керек. Тамақты аузыма келгенін біте бермей, соның ішінде мен дұрыс тамақтануым керек. То есть, май, в первую очередь, азан мен тұра салып, мен, как правило, май жеуім керек. Май себебі түні бойы өт жиналады. Сол өт азында таму үшін, жөнді денедегі ағзадағы шлакты ертерек шығарту үшін мен өтті тамызуым керек. Ол үшін мен таза майды жеуім керек. Қандай май? Қолдың майы. Лучше ең жақсы қолдың майы. Егерде қолдың майы болмаса, хотя бы 82%-лық животный жир деп айтады. Масло деді, соны сиырдың майын жеуіміз керек. Сиырдың или же ешкінің майын жеуіміз керек. Қолдың майы ең жақсы. Ол болмаса, онда құйрықтың майын қайнатып, азында кесіп, турап, жесе де жақсы. Как сало есебінде. Ол екінші жағдай. Біздің бірінші суын ішуіміз керек, тамақтануымыз керек. Одан кейін мен жөнді ұйықтап,
жөнді демалуым керек. Сол себептен біз күніне 3 мезгіл тамақ жеуіміз керек. Мына қазір порционный питание дейді, солар 5 мезгілге дейін аз-аздан 5 мезгілге дейін ішу керек дейді. Жоқ, олай егерде мен іше беретін болсам, менің асқазаным демалыссыз жұмыс істейді. Сол себептен ертең мен өзімнің аппетитімді байлай алмай қалам. А ол аппетитімді байлай алмай қалған кезде мен уже семіріп кетемін. Сол себептен күніне 3 мезгіл жеген жақсы. Ал егерде шамаңыз келе жатса, онда әр 6 сағат сайын күніне 2 ғана мезгіл тамақ жейтін болсаңыз, это идеально. То есть мен қарным ашқан кезде ғана жеуім керек. Ана күн көрінген нәрсені аузынан кешке дейін мен тұға беру өте дұрыс емес. И кейін ең последний нәрсе, мен жақсы жатып, жақсы ұйықтауым керек. Сол себептен күніге 9:30-нан бастап мен ұйықтауға дайындалуым керек. Ал онда как штып жатуым керек. И неше сағат мен денеме демалыс керек, мен сонша сағатты ұйықтап тұра алсам, сол кезде жақсы. Көбісі мен айтады, мен жабырынықпын, азан ерте тұрам, кешке ерте жатам, ол өте жақсы. Біреулер айтады, мен жоқ савамын, мен түнімен жұмыс істеймін, мен ұйықтай алмаймын дейді. Бірақ ол өте дұрыс емес. Себебі бізде уже кешке тамақ, уже ымырт кезде дейді ғой, күн батып қалғаннан кейін бізде мелатонин деген гормон бөлінеді. Мелатонин деген гормон бізді ұйықтауға апаратын гормон. Егерде сол мелатонин бөлініп жатқан кезде мен ұйықтамайтын болсам, все, мен уже организм стрессаға кетеді. Ол маған депрессияға, бірінші стрессқа келеді, одан кейін депрессияға келеді. А депрессия уже психбольницаға дейін алып келуі мүмкін. Сол себептен жалғыз психбольница емес, денеге первую очередь бізге демалыс керек. Сол себептен мен сіздерге 4 қалыпты жағдайды айттым. Ол первую очередь мен жөнді суым ішуім керек, жөнді тамақ ішуім керек. Одан кейін мен жақсы демалуым керек. Сол кезде менде энергия болады. Вот сол өзімді қалыпқа келтіру үшін, мен энергичный болу үшін, опять же, мен спортпен шұғылдануым керек. Хотя бы азында тұрып жүруім керек. Үйто күн шықпай жатып жүруім керек. Күн шыққаннан кейін жүретін болсаң, все, ол саған энергия әкелмейді. Ол наоборот, сен күнмен шығып жүретін болсаң, шаршап кетесің. Мына жерде тағы да бір кісі сұрақ қойылып жатыр. Өтті тану үшін гимнастика жасауға да бола ма? Да, ол гимнастика емес, техника деп айтады. Вот мынау қазір мен сіздерге көрсетіп жүрейін. Мысалға, мынау мечевидный отросток болатын болса, мынау менің оң жағым, мынау бауыр, мынау кіндік болатын болса, кіндіктен 3 палец былай, 3 палец оң жаққа, 3 палец жоғарыда, значит, өттің точкасы примерно осы жер болады. Осыны жай бетіп ұқалап, деп кіргізетін болсам, қолым кірген сайын, біраздан кейін қолыңыздың астында шұрыр еткен дауыс та шығады. Сол дауыс шыққан кезінде уже өт тамып жатыр дегенді де белгіні береді. Осы упражнение мен күніге жасап жататын болсам, мынау осы ішіме, осы 4 палецімді екі жағынан отырғызып алып, осылай кіргізіп сөйтетін болсам, менің уже мынау диафрагма дейді, сол диафрагма қысылғаны болса, өт тамып бастайды. Және бұндай да упражненияларды өзімді қалай қалыпқа келтіруім керек, дене сыры дегенне, неге денеде зажим болады, неге блок болады, оны қалай шешуім керек дейтін болсаңыздар, пожалуйста, менің дене сыры деген чатыма тіркелсеңіздер болады. Күніге мен сторисқа осы дене сыры туралы айтып, ссылканы жіберіп отыратын болам. Қазір де жіберіп қойғам. Соған тіркеліп, сол арқылы сіздер өзіңіздің денеңізді тыңдау арқылы өзіңіз қалай қалыпқа келтіресіз, мен не істеп жатырмын, сол менімен бірге бір істейтін болсаңыз, үлкен деген денеңізді тыңдау арқылы өзіңіз сауықтыруға да болатынын түсінесіз. Ал енді мен көбінесе не ішем? Мен Coral Club'тың Coral Mind деген суын ішем. Себебі
мен сіздерге бағалда айтқандай минеральный состав дұрыс болу керек. Егерде минеральный состав дұрыс болмайтын болса, мен қандай да бір су іше берейін, менің денем нәрленбейді. Ал қазір тем более көріп тұрсыздар, өте қатты аптап ыстық басталды. Ал бұндай аптап ыстықта егерде біз хотя бы денемізге суды дұрыс бермесек, все, бітті. Менде водно-минеральный электролитный баланс қалыпқа келмейді да, все, менде шаршау, энергиям төмендей береді. Көбінесе біз айтамыз, ой, мен бутилированный суды ішем. Жоқ, бутилированный судың да өзінде минеральный составы дұрыс емес. Себебі ол да қазір, егерде сіз бутылкадағы су именно шиша болатын болса, шыныда болатын болса, ол кезде ол бутылканың да минералы ішінде көпке дейін сақталып, жақсы сіздің водно-электролитный балансыңызды қалыпқа келтіреді. А егерде сіз ол кәдімгі баклажканың суы болатын болса, одағы энергиялар ол, как правило, түсіп кетеді. Себебі ол жерде оның сақталу мерзімі бар. Сіздер суды алып отырған кезде оның сақталу мерзіміне ешкім қарамайды. Ал мынандай күнді ыстық кезінде бутылкада баклажканың өзіндегі улы заттар суға өтіп кетеді. Сол себептен сіздер таза су емес, сіздер наоборот денені улайтын затты ішіп жатсыздар. И көбісі айтады, мен үйде фильтр қойып қойдым. А фильтр сіздің денеңізге ешқандай да бір тұз әкелмейді. Ал біз тұзсыз өмір сүре алмаймыз. Себебі мен сіздерге басында айтқандай, денеңізде қандай да бір ағзаңыздағы сұйықтықты жалап көріңіздерші. Терің болсын, көзің жасың болсын, қаның болсын, соның барлығы денеде тұз бар екенін көрсетеді. Егерде мен денеме дұрыс тұздарды түсірмесем, мен содан страдать етем. Ол первую очередь. Ал сол первую очередь менің денемді нәрлендірмейді. А нәрленбеген сайын менің қалыпқа келу процесім төмендей береді. Первую очередь суды жүнді ішпеген адамда қалыпқа келмейді денесі. Қазір ал енді осы судың не үшін мен таза суды ішуім керек? Не үшін мен колкалаптағы суды мен ішіп жатырмын? Менің істегенім, мен көп түрлі эксперименттарды істедім. Мен өзім врач болғаннан кейін әрбір нәрсенің сапасына, әрбір нәрсенің түпкі тереңіне зерттеп. А именно колкалаптың ішіп жүрген суын, Coral Mine деген суында, ол жерде минеральный состав өте жақсы. И соның ішінде щелочной баланс дейді. Щелочь деген біз күніге дұрыс су ішпегендіктен, дұрыс неғымағандықтан денеде закисление болады. Сол үшін pH біздің денемізде көбінесе 4-5-ке дейін ғана болады. Ал егерде мен су арқылы сол pH-ты 7-ге дейін көтеретін болсам, менің денемдегі шлактар шығып, денем тек қана жақсы жаққа қалыпқа келуіне ықпал етеді. Ал егерде мен водно-электролитный балансты қалыпқа келтіре алмасам, соның ішінде минералдарды қалыпқа келтіре алмасам, все, менде закисление көбейеді, денедегі закисление көбейеді. Закислениенің кесірінен менде өкпе, рейс, блок, зажим, соның бәрі денеде тұра береді. Сол себепте мен ауырлап бастаймын. Біздің лимфа жөнді жүрмейді. А лимфа деген сөзіне менің денемдегі әрбір жасушамдағы арасындағы сары су. Егерде сол су жөнді қозғалмаса, менде шлак тұрып қалады. А ол лимфаның ең главный задачасы денедегі шлакты сыртқа шығарып кету. Ал ол как раз таки осы әрбір жасушаның арасындағы су жөнді таза болу керек. Ол су нәрлену үшін мен минеральный суды, сол именно Coral Club'тың ішіндегі минералдары дұрыс, и еще ол жалғыз ол емес, pH среды, именно судың pH средасы 7-де 4. Басқа мен ешқандай суда 7-де 4 деген pH-ты көрген емеспін. Сол себептен мен осы суды өзім ішем, сіздерге де соны ішуге кеңес берем. Ал енді ол суды қаяқтан алу керек, ол не деген су деп түсінбей жатсаңыздар, менің жекеме шықсаңыздар болады. Мен сол кезде сіздердің әрбір сұрақтарыңызға жауап берем. 8-3
37 887 44 27. Су деп жазатын болсаңыздар, болды, мен су туралы информация берем. Ол суды қалай алуға болады, қалай тіркелуге болады, и ол суды не үшін ішетін бәрін түсіндіріп айтатын болам. Ал мен өзім сіздерге айтып отырғаным, бұл жерде pH среды 7-де 4-ке көтеріледі. Ал еще ол суда қандай минералдар бар? Қазір ең дүние жүзінде ең көп ұзақ өмір сүретіндер олар японцы екен. Японияның именно Окинава деген аралындағы кісілер екен. Соның бәрін көріп зерттеп бастағанда, бұлар не үшін өмір жасы ұзақ болып жатыр, олар неден нәрленіп жатыр, олар қалай аурусыз өмір сүріп жатыр деп зерттегенде, олардың ішіп отырған суларында осы именно Окинава островындағы именно сол теңізден, мынау теңіздегі нелер болады, коралдар болады. Сол коралдар жерге теңіздің түбіне жиналады екен, өлген коралдар. Соны бұлар коралдарды ұсатып, песокқа айналдырып, стерилизовать етіп, оны стикка кіргізеді. Сөйтіп сол стикті, бір стиктің өзін 1,5 литр суға, именно шыны шишаға салсаңыз, соның үстіне суды құятын болсаңыз, любой суды, фильтрованный су ма, жоқ, просто минерал, просто кранның суы ма, ол как раз осы стиктағы ішіндегі нелер, минералдар суға өтеді. Судың pH-ы 7-де 5 болады, и судағы барлық минерал соған түседі. Сол себептен бұл жерде жалғыз pH среды 7-де 4 болмайды. Сол именно стиктағы бүкіл минералдар суға өткенде, сіздің жасушаңызға қандай да бір минерал керек болса, сол минералдардың барлығы осы судың ішінен табылады екен. Значит, мен первую очередь қазір осында аптап ыстықта тек қана су ішу арқылы мен денемді нәрлеймін. Ал денемдегі нәр пайда болған кезінде менің әрбір жасушамдағы улардың барлығын лимфа арқылы мен денеден шығарады екен. Сол себептен мен басында айтығандай 80-90% біздің ішегімізде иммунды жүйеміз, а ол лимфа арқылы тазаланады. Егер де менің ішегім жөнді жұмыс істемейтін болса, менде өкпе, реніш, блок болып жүретін болса, мен ішіммен тынатын болсам, ашуланып жүретін болсам, все бітті, менің ішегім жөнді жұмыс істемейді, менің иммунитетім түседі, и соның кесірінен мен любой ауру пайда болады, вплоть до онкология. Себебі менде дұрыс су ішпеуімнің арқасында онкологияға дейін келуі мүмкін. Және де менің энергиям совсем төмендеп кетеді. Осыны болдырмау үшін мен сіздерге первую очередь сол суды ішуді, қалай дұрыс суды ішуді айтар едім. Одан бөлек азанда тұрып таңертең күн шықпай жатып жүрген жақсы. Уже күн шыққаннан кейін жүрсеңіз, наоборот, сіздер энергияларыңызды құртып аласыздар. Ол кезде уже күн шыққаннан кейін басқа күннен басқа энергия бөлінеді. Ал күн шықпай жатып жүрген кезде сіздің вибрацияңыз көтеріледі, халіңіз жақсарылады. То есть ерте тұрған әйелдің бірісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деген сөздің де мағынасы осыда. Себебі біз ерте тұрған сайын менің энергиям көтеріледі. Бүкіл денедегі шлак шығып бастайды. Себебі таң атпай жатып мен еш нәрсені ішпеймін. Бірінші суды ішуім керек, кейін кішкене қозғалуым керек. Сол кезде түні бойы жиналған денемдегі шлактың барлығы шығады. Что такое біздің иммунды жүйеміз? Менің иммунды жүйем ешқандай, например, мен ауырып қалсам, Гүлмира қашан дәрі ішеді деп қарап отырмайды ғой. Менің организм всегда өзі регулироваться етіп, өзі қайтадан восстанавливаться етеді. Ал түнде ерте ұйықтап мен азандыға дейін, ол түні бойы менің иммунды жүйем жұмыс істеп бастайды. Бүкіл денедегі шлактарды шығаратын точка әкеліп қояды. То есть біздің шлак шығаратын екі-ақ органымыз бар, бауыр мен бүйрек. Бауырда да мощный фильтр бар, бүйректе де мощный фильтр бар. Значит, мен күні бойы жиналған жаман нәрселердің бәрін азанға дейін менің денем нәжіске әкеп қояды, бауыр арқылы. И зәр арқылы, бүйрек арқылы зәрге әкеп қояды. Ал сөйтіп мен не істеймін? Бірінші су ішем, денемді нәрлеймін, сөйтемді қозғалам. Қозғалған кезде сол
түні бойы жиналған менің мынау мусор жиналғанның барлығы осы нәжіс арқылы, зәр арқылы денемнен шығып кетеді. Солаға екен менің денемдегі, значит, қалыпқа келу процесі басталады. То есть егер де мен кеш жатып, кеш тұратын болсам, күн шығып кеткеннен дейін былжырап жата беретін болатын болсам, извините меня, түні бойы жиналған шлак мен денемде қалып қалады. Ал оны шығаратынды бір нәрсе, ол қозғалыс. Қозғалыс болмай сіздердің денеңізде ешқандай тазалану процесі жүрмейді. Тазаланбаған сайын сенің денең ауырлап бастайды, энергияң болмайды, энергияң болмады ма, иммунитетің болмайды, иммунитетің болмады ма, все, саған любой ауру пайда болады. Сол себептен первую очередь біз жүруіміз керек, қозғалуымыз керек. Жизнь — это есть движение. Сіздерде движение болмаса, все бітті, менде ауру пайда болады. Сол себептен мен ең болмаса жүгіре алмасам да хотя бы жүруім керек. Ал біздің қазір мынау өміріміз тек қана мынада телефонға жабысып қалдық қой, бітті. Азынан кешке дейін мен көзімді ашпай жатып телефонды ұстаймын, түнгі жатқанға дейін телефон ұстаймын. Соның себебінен мен өзім ауырлап, бітті. Мен не істеймін? Өз энергиямды өзім алып тастаймын. Ал осыны болдырмау үшін хотя бы мынау күні бойы азынан кешке дейін компьютердің алдында отыратын, телефонда отыратын адамдар, мен, как правило, азанмен тұрыңыздар ма, жүріңіздер деп айтамын. Жүрмесеңіздер, все, өмір тұралап қалады. Ал өмір тұралап қалды ма, все, бітті. Сіздің лимфаңыз тазаланбаса, денедегі шлакты шығара алмаса, все, сіздің өміріңіз қысқара береді. Ажалынан ертерек өлгің келсе, онда көбірек ұйықта, көбірек тамақ же, жат, ошын тұрмай-ақ қой. Сондай да бір совет беруге болады. Ал егерде мен жоқ, мен жаңарып, жасарып, қалыпқа келгім келеді, и мен осы состояниемде ұзақ өмір сүргім келеді дейтін болсаңыздар, онда ерте тұрып, жүріп бастаңыздар. Сол үшін жөнді тамақ ішіңіздер. Жөнді тамақ деген сөз не? Вообще ең вредный нәрсе біздің организмға совсем керек емес нәрсе, ол тәтті. Естеріңізде болсын. Қант қосылған нәрсенің барлығы организмға өте вредный, и в первую очередь біздің сосудты забивать етеді. Естеріңізде болсын, сосуд мынандай болатын болса, соның бәріне шіре жабысып, сосудтың диаметрі қысқарып бастайды. А сосудтың диаметрі қысқарған сайын сіздер, ой, атеросклеротический бляшка екен, анау екен, мынау екен деп, сіздердің ертеңгі күні давленияларыңыз бүкіл жоғары болады. Ол атеросклеротический бляшканың кесірінен сосуд суживаться етеді. Сосуд суживаться еткеннен соң тарылып бастайды. Сол себептен менің давлением көтеріледі. Одан кейін сахарный диабет болады и так далее и тому подобное. То есть бірінші очередь мен сосудым таза болу керек. Сосудымда бүкіл жаман тарылмау үшін хотя бы мен жүріп, су ішіп, жөнді ұйықтап, жөнді энергиямды көтеру үшін мен всегда өзіме қарауым керек. Итак, күннен күнге біз жасарып атқан жоқпыз, күннен күнге біз қартайып атырмыз. Бір күнде болса мен өлімге бір шаг болса да жақындап атырмыз. Значит, мен осы состояниемде қалу үшін ешкімге масыл болмай, өзімді өзім өлтіріп алмауым үшін ешкімге масыл болмай деген сөз не? Егерде мен ауру болатын болсам, мен өзіме де керек емеспін, басқаға да керек емеспін. Сол себептен ешқандай аурудың алдын алу үшін, осы денемді қалыпқа келтіріп, осы қалыпта ұстау үшін мен, как правило, 50-ден асқан, 40-тан асқан адамдар, олар, как правило, жүру керек, кемінде жүру керек. Физический нагрузкасыз мен денем бәрі салбырап бастайды, мышцы дряблые болады, денемде отек пайда болады, лимфа застой болады. Соның кесірінен менде уже ауру болады, шлакта шықпайды. Ал енді сол шлакты шығару үшін қозғалыста болуымыз керек. Соның үшін в первую очередь біздің жауымыз, мен не дедім, бұл қант қосылған заттардың барлығы. Пускай это будет напитки и так далее. Ешқандай напиток бізге не әкелмейді, жақсылық әкелмейді. Егер де сіз свежевыжатый не соктарды істейтін болсаңыз жақсы, ал напитоктың бәрінің ішінде қоспа бар. Ал олардың қоспаларының бәрі сіздердің бауырларыңыз бен бүйректеріңіз отырғызады. Поэтому не ішіп жатқандарыңызды да байқап жүріңіздер. Соның ішінде газированный напитки де өте бауыр мен бүйректі қатты отырғызады. Газированный напитканы да ішпеуге кеңес берерім. Ал екінші неден мен бас тартуымыз керек? Это, как правило, наннан. Қазір нанның барлығы дрожь қосылған. И соның ішінде
көптеген вредный нанның ішінде қоспалар көбейіп кетті. Бұрын маргаринді біздің Советский Союздың кезінде өте аз қолданатын еді. Қазір маргарин или же пальмовое масло дейді и так далее. Сондай қоспалары көп нанның ішінде де. Сол себептен нанды да жемеуге кеңес берер едім. Өміріңіз көп, ұзақ өмір сүру үшін, ауырмай өмір үшін, в первую очередь біз движение жасауымыз керек. Екінші, тамаққа мән беруіміз керек. Соның ішінде тәтті жемеуіміз керек. Үшінші, минеральный суларды вообще ішпеуіміз керек. И төртіншісі, мен қазір айтып отқандай, наннан отказ беруіміз керек. Егер де осы мен айтқанымды істей алсаңыздар, өз-өздеріңіз қалыпқа келіп, жаңарып, жасарып тұратын сіздердің возможностьтарыңыз бар. Біздің организм мощный механика, өзін-өз қалыпқа келіп, өзін-өзі регулировать ете алады. Себебі бізде иммунды жүйе бар. Ал иммунды жүйеге қалыпқа келтіру үшін мен хотя бы Coral Club'тың Coral Mind деген суын ішуім керек. Ал енді денеңізді тыңдау керек болса, қалай денемен жұмыс жасау керек болса, қалай осы дененің сырын біліп, өзіміз ешқандай дәрісіз қалыпқа келтіргіміз келетін білгілеріңіз келсе, онда менің дене сыры деген чатыма тіркеліңіздер. Сол жерде күніге мен жаңадан информация беріп отыратын болам, техникаларды айтам, разбор істеп отыратын болам. Ол үшін менің сторисіме өтіңіздер. Күніге мен сол жерде сториста сол чат туралы чатқа ссылка беріп отырам. Ал егерде дәл қазір тіркеліп кіргендеріңізге қалса, пожалуйста, онда дене деген сөзін жазыңыздар. Мына телефонға 37-887-44-27. Ал енді мен эфирді бітіруге 10 минут уақытым бар. Егерде сіздерге кімге разбор керек болатса, пожалуйста, прямой эфирда қазір мен отырған кезінде сұрай алсаңыздар болады. Кімді қандай сұрақ мазалап жүр, кімге разбор керек, пожалуйста, это менің негізі разборым, жарты сағаттық видео разборым 10 мың тұрады. Ал қазір сіздерде, пожалуйста, возможностьтарыңыз бар. Егерде тікелей эфирде разбор істеткілеріңіз келіп жатса, қандай да бір сұрақтарыңызға жауап алғыңыз келіп жатса, пожалуйста, сұраңыздар. Мен телесный терапиямен заниматься етем, жанмен, тәнмен, санамен жұмыс істеймін. Сол үшін сіздерде қандай да бір сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, ауруға байланысты болсын, денеңізге байланысты болсын, қалыпқа келуге байланысты болсын, энергияға байланысты болсын, любой сұрақтарыңыз қойсаңыздар, мен сол сұрақтарыңызға жауап беруге или же бесплатный разбор істеуге дайынмын. 10 минут уақыттарыңыз бар. Ал что такое разбор деген білгілеріңіз келіп жатса, бұл сіздің әрбір сұрақтарыңызға өзіңіздің денеңіз арқылы жауап бар. Осы қалай мен жауап бере алам, қалай дене арқылы қалыпқа келуге болатын, мен осы разборларымда айтып отыратын болам, разборда істептей бере алам. Сіздер без разницы қандай мемлекетте болсаңыздар да, менің бесплатный разборыма қатыса аласыздар. Қазір прямой эфирға шықсаңыздар, любой сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Ал енді психосоматика дегенге келетін болсақ, мен еще психосоматикамен заниматься етем. Психо деген ол подсознание, сомас, это тело. То есть менің әрбір аурудың өзінің себебі бар. Себебін тапқан кезде салдары кетіп бастайды. Любой аурудың өзінің себебі бар. Любой ауру просто так сіздің денеңізге келген жоқ. А біз соның себебін тапқан кезде салдары өзі кетіп бастайды. Соны психосоматика дейді. Менің санамен, денеммен жұмыс істеу деген сөз. Сол, ал мен телесникпін. Телесник деген сөз жанмен, тәнмен, санамен жұмыс істеуін дейді. Біз психологтардан отличиеміз то, что психологтар олар тек қана подсознаниямен жұмыс істейтін болса, а біз бұл жерде еще денемен де жұмыс істейміз. Ал массажистар, например, тек қана денемен жұмыс істейтін болса, олар мимен жұмыс істемейді. Сол себептен мида қалып қалады. Ал психологтар тек қана мимен жұмыс істейтін болса, денеде қалып қалады. А телесник деген сөз ол мимен де, денемен де жұмыс істейді. Сол себептен бұл жерге сізге еще түсінікті келеді. И сол себептен на любой телесниктің
несін проработкасын алатын болсаңыз, ол денеңізде өте үлкен жеңілдік болады. Әрбір сұрағыңызға өзіңіз денеңіз арқылы жауап ала аласыз, қалыпқа келе аласыз, энергияңыз көтере аласыз. Егер де, например, қазір денемде ауыртпашылық болып жүр, өзімді танымай жатырмын, мына жерім қысылып тұрады, басым ауырады, желкем тартылады, ішім қатып қалады и так далее. Сондай да бір сұрақтарыңыз болса, ол всегда сол өзіңіздің денеңіз арқылы сол сұрақтарыңызға ответ бар. Ал енді мен тағы да ақыры ешкім маған разборды бүгін қаламайтын болса, мен бір случайды айтқым келіп жатыр. Жақында бір жас келіншек келді, уже 28-30 неделя болған екен, 2 ай болғанына. Енді баяғы қазақтар айтатын еді, жүгініп қалыпты депті, то есть баласы қатып іштеді, төмен қарай тартып, ішім кіндігінің асы все время тартады, как будто мен бүгін қазір туып қоятын сияқты сондай ощущение болады дейді, сол не істеймін дейді. И сол как раз осы телесный терапияға келіп, бірақ сеанста, вы представляете, настолько ол кісіге энергия пайда болды, настолько баласы босады, мынау дене қалыпқа келді. То есть ол кісіде өкпе рейс болып зажимның кесірінен мына баланы өсірмей қойған, баласы как будто бір анандай қозғаламай қалған сияқты, қатып қалған сияқты, асты төмен қарай тартып, кіндігінің астынан төмен қарай тартып, как будто бала тіреліп, дәл қазір туып қоятын сияқты болып жүр. На самом деле 28 неделя әлі туына қанша бар. Сондай кісілермен жұмыс істеген кезде бірден анау бала орнына келіп, подвижності жақсарып, әйел қалпына келіп, мынау ішім босады, не деген жеңілдік, мен қаншалықты қиналып жүредім, мынау талтаңдап жүре алмай қалып едім, как будто бір тіреліп, қазір баланы туып қоятын сияқты солай қиналып едім деп, сондай отзыв айтқан кезінде мен өзімде қуанып қаламын. Себебі әрбір менің келген пациентім осы терапия арқылы жақсы болғанда, менің де істеп жатқан тірлігім бекер емес екен деген сияқты, мен де сол әрбір пациентім үшін қуанамын. Сол себептен сіздердің де денеңіз, мысалға таныстарыңыз болатын болса, сондай бір екіқабат әйелдер қазір мынандай жүгініп қалу деп отырамын ғой, қазақша ол жүгініп қалу деп айтады, на самом деле бұл жерде анандай угроза деп айтады. Енді медицинский тілмен сөйлейтін болсақ, угроза деп айтады. Сонда угрозада көбісін больницаға жатқызып қойып жатады. Ал ешқандай больницаға жатқызудың, сохранение жатқызудың қажеті жоқ. Осы телесный терапияның бірақ сеансын өткеннің өзінде ол кісілерде жеңілдік пайда болады. Мынау стяну, то есть прям анау баласы қазір туып қалатын сияқты, мынандай іші қозғалмай қатып қалды, ауырып жатыр, қозғаламай жүрмін, энергиям жоқ дейтін келіншектер бар ғой, соларды мұрныма тамызып, спрейлардың түр-түрін алып, енді операция істетем ба деп қиналып жүрген еді екен. Кейін менің келетімді оның проработка ностан жарты сағаттық емес 15 минуттық проработканың өзі-ақ мұрнын қалыпқа келді. Сіздерде осындай да бір проблема болса, мұрныңызбен проблема ма, ішіңмен проблема, желке болмаса, жақсы жатып жайлы тұрыңыздар. Ертеңгі прямой эфирда мен сіздерді күтетін боламын. Кімнің де қандай да бір теманы қамтығанды қалайтын болсаңыздар, менің жекеме жазсаңыздар болады. Сол тема бойынша мен сіздерге ертең өткізіп беретін боламын. Ал сұрақтарыңыз болмаса, жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар. Хочу сказать, что я сейчас веду приемы в городе Алмата по телесно-ориентированной терапии, то есть провожу сеансы по проработке тела. Здесь еще есть психосоматика, то есть у каждого заболевания есть свое начало. То есть когда мы находим причину заболевания, последствия сами начинают уходить. То есть я занимаюсь телесно-ориентированной терапией, это работа с подсознанием, телом и душой. Если вы живете в Алмате, я здесь буду принимать людей в течение месяца. Пожалуйста, записывайтесь на прием. Мой телефон 3-887-44-27 для регистрации. Места ограничены, поэтому записывайтесь, приходите на лечение, исцеляйте себя. А если вы хотите просто поправить свое здоровье, понять себя, быть осознанными,
можете зарегистрироваться на мой WhatsApp канал, называется «День сыры осознанность». И ссылка на этот чат я каждый день выставляю в своем сторисе. Если у вас нету вопросов, спасибо, что вы были со мной. Жақсы жатып жайлы тұрыңыздар. Всем спокойной ночи. До завтра. Я вас всех люблю, обнимаю. И Алла разы болсын, емен болғандарыңызға. Сау болыңыздар.